Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамытушы ойындардың маңызы. Тәрбие баланың дүниеге келген сәтінен басталады. Мектеп жасына дейінгі баланы дамытатын, өсіретін, әрі тәрбиелейтін негізгі іс-әрекет ойын. Ойын арқылы бала өзін қоршаған ортамен, табиғатпен, қоғамдық құбылыстармен, адамдардың еңбегімен, қарым-қатынастарымен танысады. Ойындарды тек балалардың алдандыру, көңілдерін көтеру әдісі деп қарамай, жас ерекшеліктеріне сай олардың көзқарастарын, мінез-құлқын қалыптастыру құралы деп ерекше бағаланады. Дамытатын ойындар мен жаттығулар өте көп. Оларды шартты түрде топтарға бөлінеді. Қол-қолдың, білезік және саусақтарының қозғалысын дамуына оң әсер ететін заттық ойындар, яғни ойыншықтармен кез келген заттармен өткізіледі. Көрсетілген материалдар саусақтардың белсенді қозғалысына әсер етеді. Ойын барысында бала бөлшектермен қозғалыс жасайды. Байқағыштық, төзімділік, табандылық пайда болады. Балалармен ойындар сенсомоторлық бағдарлауды, ұсақ моториканы, жазықтықтар бағдарлауды, жоғарғы төмен, оң-сол ұғымдарды игеруіне жәрдемдеседі. Тілді дамытады, зейінін тұрақтандырады, қол белсенділігін, икемділігін арттырып, қолды босаңсытады. Ойын негізгі іс-әрекеті ретінде психологиялық, анатомиялық, физиологиялық, педагогикалық маңызы зор қызметтер атқарады. Ойын баланың таным қабілетін, белсенділігін, ынтасын, логикалық ой өрісін кеңейтіп, ортада өзін еркін ұстауын, балалардың ұйымшылдыққа, адамгершілік сезімін оятуға, адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға, ойындарды бала тәрбиесіне енгізу үшін көптеген жұмыстар атқарылады.